Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде Камридің жалғасы. Жалпы шпаклевка түсетін жерлердің бәрін түсіріп, жағатын жерлеріне жағып жатырмыз. Жылтырларын бір қатар алып тастадық. Лобовойын шешіп тастадық. Мына жерлерінде шпаклевканың жарылған жерлері көрініп тұр екен. Сонымен қайта жағу үшін лобовойын шешіп тастадық. Төбесінде 2 слой шпаклевка жағылып, шкуклеп, мына жерлер шкукленген. Жаңадан жағып қойған жерлер мыналар. Ескіде ауыстырған болатынбыз, алдыңғы видеода көрген болсаңыздар. Мына жақта дефекттер бар, кішкентай мына жерде ойылған жері бар. Мына жер майысқан. Басқа нормальный есік таппады, осыны алып келді. Жалпы артқы крылоның жағдайы мына. Мына жерде енді өткенде сваклегеннен кейін свакленген жері кішкене ішке қарай майысып кеткен болатын, оны да шығардық. Енді шпаклевка жаққандағы ең басты мәселе ол асты таза болу керек. Есік краскілері, есік шпаклевка осы алып тастап, әбей жерге жасап, шпаклевканы жұқа-жұқадан қабат-қабат етіп жаға беру керек. Бірден толтырып жағуға болмайды. Жалпы бетіндегі краскісін де алып тастадық. Мына жерде қалған жерлері бар, мына. Мынау қазір бетінде тұрған краскісі, ең соңғы краскісі. Мына жақтағы алдыңғы краскілері. Мынаны түсірмесек, мына жерлері что-то көңілге ұнамады. Дұрыс жабыспаған сияқты, бір жер жабысып, бір жер жабыспаған. Құм сияқты бетінде тұрғандай көрдік. Ертең біздің шашқан краска мынаның бетіне түсіп, көтеріліп кетпесін деп, мынаның бәрін алып тастап жатырмыз. Мынандай жағдайға келді. Мына жағы кішкене более-менее нормальный тұр. Негізі бәрібір де мынаның үстіне прям краска шашпаймыз, полный грунтовка шашамыз деп ойлап отырмыз. Жалпы жағдай осындай, пока грунтовкаға аз қалып тұр. Артқы бамперде мына жерде краска түсіп тұрған жері бар еді. Мына жерде ғана түсіп тұрған негізі. Бағана күн түскен кезде мына жерін ақырын бетіп шығып көрсем, мына ізі тұр ғой. Мына жердің бәрін алып тастадым. Күн түскенге көтеріліп кетіп жатыр. Бампер шкукленген, негізі міне көрініп те тұр. Бірақ пластик праймер шашылмаған, грунтовка де шашылмаған. Мына жерде красканың қалыңдығымен ғана тұр. Бұл бір-бірін ұстап жабысып та тұрған жоқ міне. Осылай болып жатыр. Грунтовка керек емес, пластик праймерсіз де тұрады деген нәрсе осындай болады міне. Осының бәрін түсіріп тастаймыз енді. Грунтовканы қалай араластыру керек екенін көрсетейін. Бізде грунтовка 4-1. Алдымен ыдыста тұрған жерде жақсылап араластырып аламыз, отырып қалған болса. 400 мг қазір грунтовка құямыз. Сәл 400-ден асып кеткен сияқты. Енді отведителін қосамыз. 100 мг. Үстіне ештеңе құймай, бірінші өзін жақсылап араластырып алу керек. Разбавитель немесе растворитель қазір үстіне қосып жіберсе, дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Структурасын жоғалтып қою мүмкін. Сол себепті бірінші өзін жақсылап араластырып, сосын үстіне қосатынымызды қосамыз. Негізі отведитель қанша қоссақ, разбавительді сонша қосып жүрміз. Бірақ бүгін сәл сұйықтау етейін деп тұрмыз. Қазір енді 100 грамм емес, 150 немесе 200 грамм разбавитель қосамыз. Негізі грунтовканың нұсқаулығында 0-ден 5%, 10% немесе 20%-ке дейін разбавитель қосу керек деп тұрады. Бірақ біз олай шашпаймыз. Олай шашқан ыңғайсыз. Сәл сұйықтау етіп шашамыз. Бірінші 100 грамм қосып көреміз, қазір 100 мг. Араластырып көреміз, сұйықтығы қалай болатын. Қою. Негізі осылай шашуға да болады. Бірақ бұлай мен қазір шашқым келмей тұр. Сәл сұйылтамыз тағы да. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Қазір бізде міне 400 мг грунтовка, 100 мг отведитель, 150 мг разбавитель қосылды.
осылай шашамыз. Бірінші слойды шашып біттік. Енді бізде объем үлкен болғаннан кейін ана жағынан шаңы мына жағына отырады. Сол себепті екінші слойды шашпастан алдын салфеткамен сүртіп алуымыз керек. Кішкентай бөлшекті грунтовка жасайтын кезде салфеткамен сүртпей екінші слойды шаша беруге болады. Қазір толықтай салфеткамен сүртіп шығамыз шаңдардың бәрін. Сосын екінші слойды жібереміз. Әдеттегідей грунтовканы кептіру үшін бір түнге қалдырдық. Кепті грунтовка енді шкуклеп жатырмыз. Біраз жерін шкуклеп болдық. 320 сухоймен шкуклеп жатырмыз. Үстінен тағы 500-бен өтеміз. Сосын қызыл мерломен өтеміз. Суды мүлде пайдаланбаймыз. Крышаға карбоновый шпаклевка жаққан болатынбыз. Кішкене ұзағырақ уақыт тұрсын деп. Негізі крышаның өзін шығару оңай болған жоқ. Ауыстыра салақ деп айтқан болатынбыз, бірақ осыны шығарып беріңіздер деп өтініш жасады. Өзін шығардық. Қазір грунтовкадан нормально тұр. Кішкене волна бар шығар, білмеймін, енді лактен кейін көрінеді, не көрінсе. Қазір енді әдемі болып тұр. Грунтовканы тек сыртына ғана шаштық, проемдарға өткен жоқпыз. Проемдар қара болып тұр. Неге сері грунтовка шаштық, қара емес? Жалпы өзіме ұнамайды. Қараның астына қара грунтовка шашқан. Красканың тойған-тоймағаны көрінбейді. Ол енді красканы экономить ету үшін қараның астына қара шашынша, бірақ маған ұнамайды ол нәрсе. Сөйтіп сері шаштық. Толық шашқанымыз әртүрлі краска ұрылған. Бір жерлері карта-карта болып жатқан, сол картаны краска баспайтын шығар деп толықтай грунтовка шашып тастадық, краска әдемі шығу үшін. Бір жуып тазалап, скотчтарын басып жатырмыз. Дәл красканың алдында мына замоктарын шешеміз. Шешілетін болттардың бәрін шешіп тастаймыз. Неге дәл красканың алдында? Өйткені көбірек уақыт шешіліп тұрып қалса, мына замоктар есік былай тұра беріп, салбырап кетуі мүмкін. Ауыр есік болса. Сосын ары-бері машинаны көшіргенде мына есіктер ашылып кете береді. Соның үшін замок тұра тұрады. Дәл красканың алдында шешіп алып, орындарын шкуклеп жібереміз. Бәрін солай шешіп қойдық. Орындарын тағы да бір рет 500-бен шкуклеп жіберу керек мына жақтарын. Сыртында енді жанынан қараған кезде барынша қисықтық болмау үшін волналарын бәрін жоғалттық. Өте көп шпаклевка бар еді. Біраз жерін түсірдік, біраз жеріне жақтық. Қазір енді грунтовкада көрініп тұрған жоқ. Ешқандай қисықтық жоқ. Лактенген қалай болатынын білмейміз. Бірақ өте ұзақ уақыт жұмыс жасалды. Әдемі шығу үшін. Енді бұйырса тағы да шаңнан бір тазартамыз, тряпкамен сүртіп. Сосын дөңгелектерін жауып, обезжирка жасап, краскасын бастаймыз. Видеоны дәл осы жерден аяқтасақ деп отырмыз. Өйткені красканы лакты қалай шашу керектігін толықтай көрсеткіміз келіп отыр. Оның бәрін қосатын болсақ өте ұзақ видео болып кетейін деп тұр.
сол себепті бүгінге аяқтайық. Келесіде бұйырса краска лакты қалай шашу керектігін, сосын толықтай жинаған күйін көрсететін боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.